Батпақкөл ауылдық округі Жағабұлақ ауылында қуанышты жаңалық. Балабақшаның ашылуы құтты болсын ағайын. Қуанышты сәтпен сіздермен кездесіп отырмыз. Балабақшаның 100 орындық балабақшаның ашылуымен шын жүректен сізді құттықтаймын. Бүгін міне әр нәрсенің өзінің жақсылығы бірге жүреді дейді. Сол жақсылығын міне ауызбіршіліктің арқасында көріп жатырмыз. 2024 жылы су тасқыны салдарынан елімізде төтенше жағдай орын алып, қиын уақыттар туындаған кезде Жағабұлақ ауылындағы балауса номер 3-ші бөбекжай бақшасының ғимараты суға кеткен болады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен облыс әкімі Асхат Берлешұлының қолдауымен бұл мәселе дереу қолға алынып, 2024 жылы 100 орындық жаңа балабақша ғимаратының құрылысы басталды. Міне арада шамалы уақыт өткенде бүгінгі ғимаратты пайдалануға берілгелі отырмыз. Жалпы ауыл болып барлық бала бүлдіршіндер бәрі қуанышты. Осы балабақшаның ашылғанына көптен күткен балабақшамыз. Жалпы қазіргі таңда балабақшада 50 бала тәрбиеленіп отыр. Жалпы жаңа балабақшаның қуаттылығы 100 орындық. Алдағы уақытта қаңтар айынан бастап қалған 2 топты да осы жасақтау жоспарлап отыр. Көптен күткен балабақшамыз ашылып жатыр. Шөберелеріміз осында асыр салып ойнап жатыр. Мемлекет басшысына, облыс басшысына, ауданымыздың басшысына бәріне көп рахмет. Осындай қазіргі заманауи балабақшамызды бізге ұсынып жатқан. Іші бүлдіршіндерімізге толсын, бастары аман болсын. Батпақкөл ауылдық округі Жағабұлақ ауылында бүгін қуанышты жаңалық, яғни дүбірлі той десек те болады, себебі қуаттылығы 100 орынға арналған үлкен балабақша бой көтеріп жатыр. Яғни бұл үлкен дүбірлі тойдың себепшісі болып жатқан еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен облыс әкімі, аудан әкімдерінің қолдауымен осындай үлкен ғимарат бой көтерді. Нақиқын сашпаңдар, теріп алып алаңдар, торғайраға тастан. Аясында қаққан, аспан түсін туым бар, көк тезде саққан.